Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен бірге Гүлсезім. Бүгін бізде өте дәмді балалардың сүйікті тәттілерінің бірі пончики дайындайтын боламыз. Ең алдымен 250 грамм жылы сүтке 1 шай қасық ашытқы, 130 грамм қант және де 1 дана жұмыртқа қосып, қажетіне қарай електен ұн өткізіп қосамыз. Енді үстіне бөлме температурасындағы 40 грамм сары май салып, қамырымызды елеп, тынықтырып 30 минутқа қоямыз. Ары қарай қамырымызды жайып, шағын ыдыспен кесіп шықтым. Қызыған майда бауырсақ секілді қылып, пончиктарымыздың барлығын екі жағын аударып пісіріп алатын боламыз. Осы рецептпен істеп көріңіз, өйткені май жұтпайды. Каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Рецепт ұнап жатса, лайк басып, келесі видеоны жіберіп алмас үшін қоңырау белгісін басып отырыңыз. Ары қарай енді пончиктарымызды пісіріп алғаннан кейін әсемдейтін боламыз. Мен екі түрлі шоколадқа, яғни аз ғана сүт қосып, яғни бояғыш заттар болса қосып, осылай батырып шықтым. Қалауыңызға қарай сіз әсемдей аласыз. Жасалуы қарапайым, астарыңыз дәмді болсын.